Қазақстанда 200 мыңнан артық татар yaşıyor. Әрбір өлкәдә, әрбір ұлы шәһәрдә біздің татар яки татар башқұрт милли мәдәни үзәкләребез эшләп тора. Аларның эшләрен Қазақстанның татарлары һәм башқұртлары конгрессы дигән оешма берләштереп тора. Оешманың рәисе Тәүфик Кәримов, Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы һәм Қазақстан халкы ассамблеясы советының әгъзасы. Бу да безгә ярдәм итеп тора. Инде Татарстанга килсәк, Татарстанның президенты үзебезнең президенты дейик, Рөстәм Нургалиевы һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы, без аларның ярдәмен һәр вакыт тоеп торабыз. Рәхмәт. Бүтән дөнья татар конгрессы безгә һәр вакыт ярдәм итеп тора. Шәхсән Васил Абдулгаязовы, шәхсән Данис Фанис улы, шәхсән Линара Рәев кызы, без аларга да рәхмәтлебез. Безнең эшебез милләтебезне саклау, милләтебезнең гореф-гадәтләрен саклау өлкәсендә безнең эшебез дәвам итә. Әлбәттә, эшебез турында күп сөйләргә булыр иде. Ләкин мин сезнең алдыгызга чыгуымнан файдаланып, шул форсаттан файдаланып, милләтебезгә карата кайбер мәсьәләләр турында үземнең фикеремне әйтәсем килә. Әгәр рөхсәт итсәгез. Рөхсәтме? Рәхмәт. Димәк, милли стратегия кабул ителде. Планнар ачылды, максатыбыз билгеле. Бердән бүтән халкыбызны сакларга, үстерергә. Шул безнең юлыбыз. Ләкин шул юлда байтак киртәләр бар. Һәм шул киртәләрнең байтагы безнең үзебезгә бәйләнгән. Менә шул үзебезгә бәйләнгәне турында әйтәсем килә. Беренче нәүбәттә безне борчый торган мәсьәлә ул халкыбызның саны. Карап торыйк әле. 20-нче гасырның эчендә генә дә күпме халык үзенең саны белән безне куып та җитте, узып та китте. Ә без нигә син һаман шул 5-6-7 миллион тирәсендә тапталабыз? Сәбәбе нидә? Нигә шуны эзләмибез дә? Нигә шул сәбәпне үзебездән табып, шуны бетермибез? Әллә кай вакытта үземнең шул картлыгым белән уйлап куям, безнең бу татарлар җенес мәсьәләсен, җинси мәсьәләләрне, я интим мәсьәләсен ташлап куйдылар микән дисәм. Ташламадылар булай бит. Яшьләр вакыты җитсә гаилә кыра башлый. Кайбер әле вакыты җиткәндә көтеп торды. Гаиләсен кыра. Ләкин татарларның яртысы катнаш гаилә кыра. Анысы да ярый инде, мәхәббәт инде ул. Аннары читтәге татарларга үз милләтеңнән партабу кыйнырак. Әмма карагыз әле, татар шәһәрен тулы шушы Татарстанда, татар шәһәрен тулы шушы Башкортстанда шул ук хәл. Димәк, бу үзебезгә бәйле икән ләбаса. Шул катнаш гаиләләрдә бала туса, әнисе татар булса да, әтисе татар булса да, нигә баласы татар түгел? Нигә аны татар дип язмый да, татар дип тәрбияләмий да, татар ясамый да? Ул кемгә? Кем аңа гаепле? Кем тыя аны безгә? Аны бит беркем дә тыймаган. Без ни хәтле халыкны үрчетәбез, ни хәтле халыкны үстерәбез, әле шуның белән мактанабыз да. Мактанырга яратабыз да инде, әйтәсе дә юк. Әгәр бер халыкта зуррак шәхес чыкса, шуның татар каннарын эзлибез дә, мактанабыз, менә шунда татар каны бар икән дип. Ул без мактандырлыкмы? Ул бит башка халыкның баласы. Әле без урыс арасында да 500 татар фамилиясы бар икән дип, ничә ел мактанып йөрдек. Һаман мактанабыз. Ул мактанырлык нәрсә менә җәмәгать. Ул 500 кеше үзенең ырыуы, үзенең нәселе белән, үзенең халкын ярылатып, башка халыкка күчеп киткән, аның нәселләре урыслашкан дигән сүз. Ул бит минем милләтемне ташлап киткән. Мин нигә аның белән мактанырга тиеш икән? Күрсәтегез миңа шундый 500 татар фамилиясын,
олар башқа халықтан меңа келіп кірген екен деп. Міне мен шында мақтанармын. Шында мен студентларға, магистрларға да шыларды мақтанып сөйлермін. Ағазыр нәрсе білен мақтанады. Башқа халықтарының көрсеткенін білемін. Қазақтарының, қырғызларының, өзбеклерінің, башқұрттарының айтып та тұрмын. Барсында өстіргенін білен мақтанын мінейсің. Екінші бізді боршыған нәрсе халықтың өлгелеу мәселесі. Шуны айтайын, жамағат, есіңізге түсірейін. Барыңыздар білесіздер. Дүнияда 6000-7000 тіл есепленеді. Шуларның жартысына келешекте юғалаша қалар. Біз пайыз сияқта қалырған ұтылабыз. Юғала тұрған тіллер яғындамы, юғалмай тұрған тіллер яғындамы. Ана шул өзімізге бейленген. Әгер бөленсек, вақ-вақ кесеклерге әйленсек, ана президентіміз әйткендей сувенир халықлар бірлешмесе боламыз да, әрбірсінің әкірінләп, әріп кеткенін күтті тұр. Әріп бітешеклер, бұл табиғи хәл. Аз санлы халықлар біте. Әр елда 20-ден артық аз санлы халық біте шының білен. Үле. Аның милләті де біте, тілі де, мәдәниеті де біте. Біз шуға ұмтылабыз мінейсің. Неге біздің еш текшіріндішілеріміз, еш ғалимлеріміз, міне шул көршідегіне тұрған 2 ауылын алады, шолардың айырымлықтарын текшірі. Бұл ауылда былайырақ сөйлейлер екен, бұл ауылда былайырақ сөйлейлер екен, олар айырым екен деп шының білен мақтана. Бүтін дүнияға шыны таратады. Біз башта бұл бір бүтін татар халқының балалары деп башламайбыз ма? Бүтін халықтарда да диалектлар бар. Бүтін халықтарының да таралғаны бар. Біздің көп таралған халықтары аз болса да, неге біз енді мұнса Сібір татары, мұнса Әстрахан татары, мұшқы Башқұртстан татары, біз қазір енді Қазақстан татары. Біз бір бүтін татар түгіл біз міне. Неге телевидениеде башlasалар, міне бұл Мишәл, міне бұл Кірәшен деп башlasалар, неге бұл татар деп башламайлар? Әлбәттә, татарның Мишәлі де болады, татарның Кірәшені де болады, татарның типтері де бар. Әлі қойдан шығып, Мишәлден шығып, Қазақстанда мен өкіл кешіп қалғанлары да бар. Шоларының өздерінің тұрған жерменіңі бөләбіз міне енді қазір. Біз шул қатлы көп санлы халық міне, бөлішілік те башқаларға берек міне енді. Яшәрге тілемейбіз міне, жамағат. Нендегіне организмні алсаң да, нендегіне ұйышманы алсаң да, ол бет яшәр үшін тырыша. Неге біз шуңа тырышмайбыз екен? Неге өзіміз шуның себеплерін іздемейбіз? Неге біз аңламайбыз міне, айырылғанны айы ашар, бөлінгенні бөлі ашар деп әйткен бет халық. Харакетте бәрәкәт деген, бірденлікте күш деген, біз шул бірден болғандағына, міне мұндағы азғына халық білен. Бір үліш халық болса, үш үліші шетте әшір, шул шеттегі халықлар бірден болғандағына, барымызда біз татар деп тұрғандағына, шул татар халқы яшайсек, шуны аңламыз. Мені бек қызық сығындырғаны, қойшандыр Қазақстанның бек атақлы, бек таналған ғалимі, әдебі Абай Құнанбай болған. Бізде Абай деп күні ертелер. Ол бір вақыт өзінің миллеттешлерін башқа халықтардан үйренерге үндеген. Міне мен татарларға қараймын деп жазған. Олар дейді, ауырлыққа да шыдайды. Солдат қызметіне де төзеді. Dinini de tutular. Mine degen edip eşliği de bileler. Motor edip yol ete de bileler. Şulardan ironik deyip ündögen öz halkın. İronik deyip tatardan. Var mı bugün şul Abayga şağan tatar Abayı? Ey cemaat tatarlar! Başka halklar varsa da birleşirge tırışa. Birleşi yollarını izleyi. Biz şulardan ironip birleşigelik. Әйткендері бар ма? Көрсетіңіз мені шул кішіні. Сол башыны иермін. Келсін шул вақытта тағын бір язушы еске түсі. Русның Лев Николаевич Толстой
вақытында Хажи Мұрат повесін жазғанда, ең башында тигенекке соқпанғанын жазған. Не қадар егер бар өлеңде, не қадар яшәу күші бар. Бүтін нәрсені жеңген кіші. Миллионлаған өсімдіктерді қырып ташлаған. Әміна бұл аман яшілген. Һәм шундау шул өлеңнің, шул тигенекнің исемінде кетірген. Бұл тигенек татарник һәм татарин деп аталған. Татарник. Халқымыздың өзек екенін, өзіріндан нық тұра екенін, тұтырықлы екенін шул вақытта аңлағандар дейді. Ырысының бүйік yazıшысы да аңлаған. Біз қазір шуны аңлай аламыз ма? Біз шуңа келешіп тұра аламыз ма? Ырысының тағын бір текшерушісі Малов деген кіші 20-ші ғасырдың башында бик ашынып шолай жазған. Міші татарларны яулап алуымызға 300 жыл өтті енді. Олар хаман ұрыслашмады. Тоған 300 жыл күтеміз міне деді. Біз шуларға ердем етерге тырышамыз мәлі. Күтмесінler тағын 300 жыл деп. Ассимиляцияға беріліп, жоққа шағыра телевизм нейсің. Мұхтарым жамағат. Мен ұлы яшыма үмітленіп, сіздің алдыңызға шығып, шушы сөздерді сөйледім. Татарда шундай мақалда бар. Достың елатып әйтер, дұшманың күлдіріп әйтер деген. Қайбір сізге ұшамаған сөздерім болса, ғафу етемін. Мен аларны ашынғаныма айттым. Бір ұлыны бір кішіне тыңлады татарлар. Біз әрбір жерде ұлыны да кішіне тыңлап, шул жердегі орынларны, шартларны еске алып, законларға қаршы келмесе, неше кетіп, бірләшіп, бірден қалып болып яшауны өзіміз ойларға, өзіміз хәл етері керек. Татар баласына ғана ғазизден де ғазиз, башқа халыққа, сувенир халық бірләшмесі болып қалса, жетерлік. Рахмет сөзге.